Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Енді бүгін айтайын дегенім, мынау енді өрік жеміс ағашы. Енді бұл жемісін беріп болды, жемісін жеп болдық. Бұның енді біздің басты қателігіміз, енді бәріміздің емес. Мына жеміс ағасын жемісін жеп болғаннан кейін көпшілігіміз енді қарамай кетеміз. Енді жаңағыдай сырғып, жаңағыдай жеміс беріп тұрған кезде қызығып қараймыз, тыңайтқыштар беріп, сосын жемісін жеп болғасын көпшілігіміз қарамай қоямыз. Негізі керісінше бұны да енді кәдімгі жаңағы енді пісейін деп тұрған жеміс ағаштар сияқты тыңайтқыштар, витаминдер беріп қарай беруіміз керек. Неге дегенде енді бұл келесі жылдарда бұл жеміс ағаштар мол өнім беру үшін осы бастан бұны жаңағыдай қарамай қоймай, жаңағыдай тыңайтқыштар беріп, ана ағаштар сияқты бұны да қарай беруіміз керек. Жаңа біреулер айтып жатады, биыл бір жыл жақсы жеміс берді, келесі жылы онша бермей қалды деп айтады. Сол енді осындай жемісін жеп болғаннан кейін қарамай қойғанның несінен болуы мүмкін, достар. Соның үшін енді бұл келесі жылда осындай жақсы мол жеміс алу үшін бұл жеміс ағаштарды жаңағыдай өнімін алып болғаннан кейін де жақсылап баптап, күтіп баптап қарауымыз керек. Енді мына жеміс, өрік айтқандай жемісін алып болдық. Енді бұны да витаминдер береміз. Мынау енді жаңа компосттың қоймалжыңы. Осыны астына саламыз жақсылап. Суғарылған жер, витамин беретін болсаңыз, міндетті түрде суғарылған жер болу керек. Өздеріңіз білесіңіз, ылғалы бар. Осылай аударып жібереміз. Астын қопсытып тұрған жақсы болады жеміс ағаштарын. Осылай бір-бір қопсытып аламыз. Мінекей достар, мынау енді мана алдын ала дайындап алған гуматымыз. Ішінде әртүрлі витаминдер бар. Бұны алдын ала дайындап, күннің көзіне қойып, қазір жылы болып, күшті болып тұрыпты. Енді мінекей осыны астына құямыз. Суарылған жақсы ылғалы мол болып тұрған жер. Жаңа компосттың қоймалжығын салдық, оның үстіне мінекей гуматты құямыз. Осылай достар, мінекей жемісін жеп болғаннан кейін де жеміс ағаштарының осындай қылып витаминдер, тыңайтқыштар беріп, жаңағыдай күтіп баптауды тоқтатпау керек. Өстіп жақсылап қарасаңыз, келесі жылы да сізге жеміс ағаштар мол жеміс беруіне үлкен көмек етеді достар. Мол жеміс аласыңыз бұйырса. Видео ұнаса лайк басып кетіңіздер достар. Каналға тіркеліңіздер, аман сау болыңыздар.